Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай керемет торт жасайтын боламыз. Ауызда ериді, дәмі керемет. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Достар, бізге керек жұмыртқа, бал, бешеуіз сода, уксус керек, және сүт, қант, бәрінің описанияға жазып қойдым граммдарын, және сары май, бөлме температурасына керек, ұн елгезектен өткізілген. Жұмыртқамызды жарып, қантты салып, бәрін кезек-кезек саламыз. Қатты араласудың қажеті жоқ. Өйткені біз водяной парда ертіп аламыз, осылай қайнап тұрған суда. Одан алған соң ұнымызды ақырындап салып, осылай венчиктің көмегімен араластырып тұрамыз. Үздіксіз араластырамыз, достар, комок болмас үшін. Сосын тоңазытқышқа 3 сағатқа салып қоямыз. Осылай 3 сағаттан кейін алғанда осындай болу керек бізде қамырымыз. Оны мен 9 бөлікке бөлдім. Кішкене ұндап жаямыз. Пергаментке сразу салдым мен. Осылай жақсылап жайып аламыз. Жұқалап жаямыз да духовкада 180 градуста пісіретін боламыз. Енді минуты 6-7 минутта пісірдім. Сіздің пешіңізге байланысты ол. Піскен соң сразу осылай алып, формамен алып, шет-шетін кесіп аласыздар. Ыстық кезінде кескен дұрыс. Өйткені бұл газ қатып қалады тұрғаннан кейін. Осы алып аламыз. Шетіне алған қуырдарымызды блендермен өткізіп, сәндеу үшін қолданатын боламыз. Менде крем, заварной крем, яғни қайнатпалы крем деп аталады. Өте керемет дәмі. Бұған сметанамен крем жасасаңыз да болады, сливкимен жасасаңыз да болады. Бірақ осы крем әдемі болып шығады. Осылай жағып шығамыз. Достар, каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсетіп жүріңіздер. Бұл рецептпен жасасаңыз, сізде бірден шығатын болады. Өте жеңіл торт, кремі де жеңіл, аса майлы емес. Сәнде өз қалауымызша осылай сәндеп аламыз. Мен малинаны қойдым сәндеу үшін. Өте керемет болып шықты. Жұп-жұмсақ, бірден кесіп жей берсеңіздер